Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге үй жағдайында осындай керемет манты пісіретін боламыз. Тағамыз өте дәмді болып шықты, өздеріңіз көріп тұрғандай. Қамырлары өте нәзік әрі сочный болып шықты. Менімен бірге болыңыздар, видеомды соңына дейін қарап, өз пікірлеріңізді білдіре кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға електен өткізіп ұнымызды саламыз. Үстіне бір жұмыртқамызды жарып салып, және тұзды суымызды құйып, салқын су жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырларымызды орташа қылып илейміз. Дайын болды қамырларымызды. Дайын болған қамырымызды алып, пакетке салып, бір шетке қалдырып қоямыз, демалдырып. Енді арасына қосатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге сәбіз, картоп, пияз және фарш қажет. Сәбізімізді майдалап турап аламыз. Картопымызды да дәл солай етіп турап аламыз, майдалап. Пиязымызды да дәл солай етіп турап аламыз. Асқабақпен капуста қосып, яғни қырыққабат қосып жасасаңыздар да болады. Мен кішкене құйрық май қосып жердім, және татымына қарай тұз, қара бұрыш, кішкене қызыл бұрыш салып араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Осыменен салмасы дайын болды мантымыздың. Бір шетке қалдырып қойыңыздар. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Ыңғайлы етіп, екіге бөліп жайсаңыздар да болады. Менде үлкен бір қамыр шықты. Толықтай біреуін жайып жатырмын. Оны себе отырып, оқтаудың көмегіменен жақсылап жайып аламыз. Қатты жұқа болып кетпесін қамырларыңыз. Жаюға жақындалып кезде, онда көп себудің қажеті жоқ. Түйген кезде мантыларыңыз құрғақ әрі түйілуі қиын болып кетеді. Міне жайып болдым қамырымды тегіс. Оқтауымызға орап, осылай кезек-кезек айналдырып, үстін қойып, мантының формасында кесетін боламыз қамырларымызды. Дәл осылай көз мөлшерменен кесіп шықтым барлығын. Бұдан да үлкендеу етіп кессеңіздер болады. Ол кезде мантыларыңыз үлкен-үлкен болып шығатын болады. Үстін қабаттап, төртбұрышты форма кесіп алатын боламыз. Арасына салмасын салып шықтым барлығына. Осы уақытта кастрөлдеріңізге су қойып қойсаңыздар болады. Яғни мантыварканың кастрөліне барлығын түйіп шығамыз. Екі шетін қысып, ортасын қысып қоямыз. Басқа да формада түйе берсеңіздер болады, өз фантазияларыңызға байланысты. Табамызды майлап, үстінен осылай арасын ашықтау етіп орналастырамыз. Дайын болған мантыларымызды қайнап тұрған суымызға 50-55 минутқа қойып қоямыз. Үстіне подливасын дайындаймыз. Майымызды қыздырып, пиязымызды саламыз. Сәбізімізді салып, қуырып аламыз жақсылап. Сонымен бетіне қоятын подливамыз дайын болады. Тағамыз пісіп шықты. Өздеріңіз көріп тұрғандай, өте нәзік, керемет, дәмді болып шықты. Бетіне подливасын қойып, асқөктен септім. Қалауларыңыз бойынша сеппесеңіздер де болады. Сіздерге ұнап жатса, рецепт өз пікірлеріңізді білдіре кетіңіздер.
қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздерге де ас болсын. Сау болыңыздар.